Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін біз сіздермен ауызашарға 5 минутта дайын болатын салат дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керек заттар: 2 дана қайнатылған жұмыртқа, 2 дана қызанақ және 1 дана қияр. Содан соң салат жапырағы керек болады. Бізде салат жапырағы 2-3 тал, граммен өлшегенде 100 немесе 80 грамдай ғана шығады. Осылай үшбұрышты етіп кесіп алатын боламыз. Барлығын видеода көріп тұрғандарыңыздай артық жерлерін алып тастайсыздар. Осылай үшбұрышты етіп барлығын кесіп құрғақ ыдысымызға салып алатын боламыз. Помидордың ортасындағы суын алып тастасаңыздар да болады, алмастан бірге қосып жасап жіберсеңіздер де болады. Қиярды осы видеода көрсетілгендей етіп кесіп алсаңыздар болады, жұқалап, немесе оны да үшбұрышты етіп кесіп турап жасасаңыздар да болады. Содан соң жұмыртқамызды дәл осылай үшбұрышты етіп кесіп алатын боламыз. Мен 2 жұмыртқа қостым. Егер сіздердің үйлеріңізде адам саны көп болса, осы рецепт бойынша 2 есе қылып жасайсыздар. Содан соң салаттың листьямызды қолмен турап алдым. Маған комментарийде бір кісі жазып жіберіпті. Салаттың листьясының құрамын және дәрумендерін өзгертіп жібереді, егер сіз пышақпен кесіп алатын болсаңыз деп. Мен соны ескере отырып қолмен турап алдым. Егер сіздерде перчатки болса, сомен киіп турап алсаңыздар болады. Мен қолымды алдын ала жуып алдым. Тұзды дәміне қарай салып алсаңыздар болады. Менде 1 шай қасықтың жартысын ғана қостым. Содан соң осылай салатқа арналған майонезді осылай құйып барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң менде осы рецепт бойынша 2 тарелка салат шықты. Сіздер де жасап жеп көріңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Майонезді көп қосқыларыңыз келсе, көптеу қосып жесеңіздер болады. Бізге осы көлемде жеткілікті болды. Сіздерге аз болсын. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар. Арнамның дамуы үшін атсалысқандарыңыз үшін рахмет. Тағы да басқа рецептерді көрсеңіздер болады менің арнамнан.